Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Брукхейвенда егіз қыздарға мама боламын. Айтпақшы достар, құлап кеткенімші. Мыңға жетіп қалған екенсіздер, видеолар ұнап жатқанына қуаныштымын. Ал ендеше Брукхейвен ойыны басталды, таяқ жерге тасталды. Ема, мына кім келіп алды менің үйімнің алдына? Шығай. Ема, достар, мынаның скинін қараңдар. Ё-майо, қорқынышты кәдімгідей. Мен мынандай скин жасай алам ба? Жоқ, достар, мен мынандай скин жасай алмайтын сияқтымын, қорқынышты. Ема, мыналар қазір мен үйге кіріп кетсем, бірдеңе бүлдірейін деп тұрған сияқты. Давай, бам береміз, давай, бас. Давай, қайтадан бам береміз. Достар, мынаған вообще бам берілмей жатыр. Қызық, мүлде бам берілмейді. Мама, үйге біреулер келді тағы да. Тез ұстаңдар, қыздар, кеттік, мыналарды қуып шығайық. Бам береміз, давай, кеттік. Мамочки, беттеріне маска киіп алған еще. Мама, біз қазір ұстаймыз, біз де қуып жүрміз. Достар, біз мыналарды ұстай алмай жатырмыз. Өздері өте жылдам екен. Ақылдасып келіп алған сияқты ғой бұлар. Достар, мына ұрлықшыларды ақыры ұстай алмады. Қазір камерадан қараймын, үйде бар жоғын. Жоқ сияқты, ендеше кеттік, сыртқа шығамыз. Қыздарым, болды, қорықпаңдар, кеттік, ойынды бастаймыз, ауруханаға барамыз. Мама, мында да ұрлықшы кетіп бара жатыр, ұстаңдар, кеттік, жүгіріңдер артынан, бам береміз. Достар, мына екеуі прям қатты жылдам екен. Еще үстерінен басылмайды, бам берілмейді. Саған өзіңе де сол керек. Жоқ, мында театр тұрма, неге бәрі біздің үйге келіп жатыр? Оқырмандарын бекен әлде? Күткендеріңе рахмет, достар. Осылайша мені ауруханадағы дәрігердің өзі алып кетті. Ойынды бастаймыз. Ана мен бала ауруханасы. Сізге көп жүруге болмайды, ханым. Жатыңыз, өзіңізді күтіңіз. Қазір нәрестеріңізді алып келемін. Рахмет, дәрігер. Қызық, бізді ауруханадан қашан шығарады екен? Егіз қыздарымда барлығы жақсы деп үміттенемін. Гонжа ханым, ханшайымдарыңызды алып келдім. Құттықтаймын. Бүгін үйге шыға берсеңіздер болады. Сіздерде барлығы жақсы екен. Рахмет, дәрігер, сізге. Бірақ қызық, егіз қыздармен қалай болады екен, қалай барады екен? Уайымдамаңыз, мен сізге көмектесемін. Егіз балалармен әрине сізге қиын болуы мүмкін. Дәрігер, сізге көп рахмет. Мен бір ханшайым жылап жатыр екен, көтеріп алайын. Кеттік, үйге барамыз. Кішкентай сәби. Жүріп баратыр дейсің ғой сөйтсе өзі. Кеттік, давай, үйге барамыз. Сіз әлі шықпағансыз ба? Сіз бара беріңіз, мен сіздің артыңыздан жетіп алам. Қазір машина таңдап алайық. Жаяу баруға қиын болатын сияқты. Ханым, тез. Маған жұмысқа келу қажет. Жақсы, ендеше телепортпен бара салайық. Так, міне таңдадым. Ема, достар, бүкіл Брукхейвен біздің есіктің алдында жүр ғой бүгін. Сәлеметсіз бе? Сізбен сөйлесуге болады ма? Сізге бала болайыншы. Міне қазір бойымды күшейтіп аламын. Өтініш сізден. Кім? Қоя тұр, өзім егіз қыздарымды өсіріп алайыншы. Мама, ұлпиға айтшы, мен ойыншықтарымды алып қоя береді. Мама, қойшы, ол өзі маған тиісіп жатыр, мен оны ойыншығын алмадым. Жарайды, таласпай бірге ойнаңдар. Жүріңдер, енді үйге кірейік. Қазір тұра тұрыңдаршы, мен сендерді шатастырып жатырмын ғой. Мен Аси. Мен ұлпимын, мам. Үйге кірдік, достар. Ал қызықтың көкесі енді басталған сияқты. Екеуі бірдей жылап жүр. Кеттік, қайсын көтереміз, біреуін көтерсек, қазір екіншісі жылайды. Қыздарым, жүріңдер, мен сендерге сүт берейін, қарындарың ашты ма? Мама, маған бірінші берші, маған. Жоқ, маған берші, маған. Өзім миым ашып, екі қызға қарап жүргенде, көрші күшті поддержкасымен келіп қалыпты. Так, Гонжа супер мама дейді. Керемет, рахмет, көршім. Сен бірақ естімейсің ғой, сыртта тұрсын. Ұлпиға сүт береміз. Содан кейін Асиға сүт береміз.
Аси, мінуге болмайды. Мінбе, қазір құлап кетесің. Мама, шкафқа мінуге болмай ма? Әрине болмайды. Сен әлі кішкентайсың ғой. Екеуің кешке дейін шаршаған шығарсыңдар. Біраз ойнадыңдар. Тамақ ішіп алдыңдар, енді ұйықтаңдар. Ертең сендерді керемет бақшаға апарамын. Манеждеріңді құрып алғанша күте тұрыңдар. Екі манежді екі жағыма қоймасам, екеуі таласып қалатын сияқты. Сәлем, құрбым, қалайсың? Саған көмек керек болып қалар деп мен үйіңе келдім. Рахмет, құрбым, көмек керек болса, саған айтамын. Ал қазір қыздарымды ұйқыға жатқызып жатырмын. Жарайды, рахмет көмегіңе. Көршімен сөйлесіп болғанша, Аси мұнда барынша еркелеп жатыр. Дегенмен, Брукхейвенда біз мейірімді мама рөліндеміз. Айтпақшы достар, Ұлпи қайда? Ұлпи жоқ қой. Мама, мен мұндамын. Келе ғой қызым, мен сені орныңа жатқызайын. Қыздарым, қанеке ұйықтап алыңдар. Азанда бақшаға апарамын. Қыздарым, қанеке тұрамыз. Таңғы ас ішіп балабақшаға барамыз. Қыздарым төменге түскенше таңғы ас жасап тастайын. Так, холодильникте не бар екен? Кола, пицца болмайды. Олар әлі кішкентай. Так, мұнда вафли бар екен. Вафлиді аламыз. Және де сүтін ала салайық. Ой, бұл мұнаның өзінде қарны ашып қалыпты ғой. Аузына жүр бір тістеп, екі тістеп үлгеріп жатыр бұлда. Давай кеттік, тұра берме, қыздар келеді. Қыздар, төменге түсеміз, тамақ ішеміз. Мама, мен тұрдым, мен дайынмын. Қызым, олай болмайды. Тамақ тұратын жерде дастарханның үстін басуға болмайды. Өзі кішкентай болса да бургерлер дайындалыпты өзіне. Ұлпи, Аси қайда, шақыршы. Мама, ол далада ойнап жүр ғой. Тезірек шақырып кел. Так, мұны істеп жатыр ғой, мұна тамақты алынбайды екен жердегі. Мама, мен Асиді көтеріп алдым, әйтпесе кіретін түрі жоқ. Жарайды, балапандар, келіңдер енді отырыңдар, тамақтарын ішіп алыңдар. Айтпақшы достар, араларында егіздер бар ма? Осындай бастарыңнан өткен қызықты оқиғаларды комментарийға жаза кетіңдер, міндетті түрде оқитын боламын. Сары қыздар, дәрі қыздар мамасының, кеттік ендеше бақшаға барайық. Аси менен бұрын далаға шығып алған екен ғой. Ұлпи қайда, Аси? Мен білмеймін. Ұлпинайы, кеттік енді бақшаға барамыз. Садикке бармаймын. Қой қызым, болмайды. Мен сені тезірек алып кетемін. Жарайды, мам, тез келші бірақ, е? Әрине, қыздарым, уайымдамаңдар. Ендеше кеттік, машинаға мінеміз. Так, мұнда біреу жүр екен тағы да. Ой, Аси или Ұлпи машинаны айдап барамын дейді. Жарайды, ендеше оған да көндік. Кеттік, давайте, қыздар. Бақшаға баратын жолды да біледі екен. Қыздарды бүгін алғаш рет беріп жатырмын, сондықтан уайымдап та тұрмын. Ендеше кеттік, бақшаға апарайық. Апайы күтіп алып тұрған сияқты, қандай керемет апайы. Ой, күліп қарсы алып тұр ғой. Гонжа депрессияк деп күліп тұрған. Сәлеметсіз бе? Менің атым Мағрипаш болады. Сіздің қыздарыңыздың тәрбиешісімін. Ешқандай да уайымдамасаңыз болады. Қыздарыңызбен қызықты әрі көңілді уақытты бірге өткізетін боламыз. Қыздарымды алғашқы рет садикке беруім, сондықтан уайымдап тұрғаным. Уайымдамасаңыз болады. Қыздарыңызды приколдармен күлдіріп қоямын. Көп болса жылап жатса, тренд видеоларды түсіріп, билетіп те қоямын. Жалпы түрімнен де көріп тұрған боларсыз. Мен қасында жүрген адамның іші пыспайды. Сондықтан да алаңдамаңыз. Айтпақшы, балабақшаға төлемақыны төлеп кетеміз, содан кейін бара берсеңіз болады. Ешқандай да уайымдамаңыз. Жақсы, қазір сізге төлемақыны төлеп кетемін. Сізге айтқанымдай, қыздарыңыз маған уже үйреніп алды. Даже арқама да отырып алды. Ой, кім Мағрипаш, қоя тұр, той бір ақшамды дайындап алғанша бір мақтана бердің ғой сенде. Ой, мама, мен ысырып қойдым. Апай, міне балабақша төлемақысы.
Жарайды, ендеше мен кете берейін. Сау болыңыз. Айтпақшы, көріскенше мен қайтадан келемін кешке. Сондай алаңдап тұрғаным, не дегенмен балаларды бірінші рет бақшаға беріп тұрмын. Жарайды, апайға төлемақыны тастадым. Ендеше мен үйге қарай кеттім. Так, болды, енді шыға берсе, алаңдамашы болды. Так, үйге қай жолмен барсам екен? Тоқтай тұрыңдар, достар. Мен қазір терезеден бір қарай салайын. Не дегенмен бұл тәрбиеші балаларыма қалай қарайды екен? Так, жақсы қарап жатқан сияқты, ойнатып жатыр екен. Жарайды, ендеше мен алаңдамай телепортты таңдап, үйіме қарай жол тарттым. Үй жаққа қарай келсем, Аси мен Ұлпидің құрбысы жүр екен. Раяна, Аси мен Ұлпи бақшаға кетті, кешке келеді. Жарайды, ендеше сау болыңыз. Так, мен үйге келдім. Енді сәл демалып алайын. Содан кейін анау-мынау жеп алармын. Так, теледидарда не бар екен? Мен көретін кинолар жоқ сияқты. Жарайды, тамақ ішіп алайын. Бағана азанда қыздар жемей кеткен вафельді өзім жеп жатырмын. Так, қасына тауық жеп алдым. Және де холодильниктен сусын алып, сусын жеп алайын. Жоқ, пицца бар екен ғой, мында пицца жеп алдым. Ой, тағамдар қандай дәмді еді. Так, төменге түсіп жұмыстарын жасап алайын. Достар, айтпақшы, арада 2 жыл өтіп кетті. Кешегі сәби егіз қыздар қазір мектеп оқушылары. 4-ші сынып оқиды. Мам, мен сабақтан келдім. Мен де келдім, мам, сабақтан. Бүгін, мама, білесің ба? Бүгін мен деген физика, математика барлығына 5 алып келдім. Жарайсың, Ұлпи. Аси, сен неше алып келдің? Сабағың қалай болды? Мам, мені білесің ғой, мен де барлық сабақтардан 5 алып келдім. Жарайсыңдар, ендеше кеттік. Пижамаларыңды ауыстырып алыңдар, суға түсіп, сабақ оқып, содан кейін демалып алайық. Шаршаған боларсыңдар. Так, қыздар суға түсіріп алайын. Так, бізде жуынатын бөлме қай жақта еді? Жоғарыда ғой. Ұлпинай, сен қайдасың? Аси не деп жатыр екен, оқып жүрейік. Біздің мама керемет, одан басқа не керек дейді. Достар, сендер де күнде аналарыңа жылы-жылы сөздеріңді, жақсы көретіндеріңді айтып тұрыңдар. Аналарың үшін ол үлкен сыйлықтардың бірі десек те болады. Көңілі бір көтеріліп қалсын. Керемет көңіл күймен бір билеп алдық. Ендеше кеттік, қыздарын суға түсіріп алайын. Мам, біреу келді. Жарайды, сосын кейін тағы да келер. Сендерге подружкаларың ойнауға келіп тұрған болар. Ертең ойнарсыңдар. Суға түсіп болсаңдар, кеттік, жүріңдер, сабақтарында оқып алайық. Қыздарға парталарын қойып жіберейін. Так, болды, парталары қойылды. Қанекей қыздарым, сабақтарында оқи қойыңдар, содан кейін демаламыз. Мам, сабағымда оқып болдым, телевизор көрейікші. Жарайды, жүріңдер ендеше. Ұлпи, кеттік. Жарайды, енді сабағымда оқып болдың ғой. Қыздарыма сабағымда оқытып болдым. Так, диванға барып отырып алайын. Осылайша арада бірнеше жылдар өтіп кетті. Қыздар да есейіп тұрмысқа шыққан. Так, примерно мына жерде сол кішкентай кездегі естеліктермен бөлісіп отырмыз ғой. Әй, қыздар, үйге біреу келген сияқты ма, қалай? Кім келді екен? Кім келді? Ой, мен күйеу балаларым келіпті ғой. Қанекей, кіре беріңдер енді. Сәлеметсіз бе, апа? Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Вау, достар, құр қол келмепті, гүлдерін де ала келіпті. Жағдайым жақсы, шүкір. Сендер мені бір қуантып қойдыңдар ғой. Барлығы да сен үшін ғой, мама. Сен қуансаң болды, тек қана күлімдеп жүрші. Қой, ендеше көп созбай тамаққа отырайық. Жүріңдер, балаларым. Сендерге рахмет. Көңілімді сондай көтеріп қойдыңдар. Қуаныштымын сендер үшін. Апа, барлығы өзің үшін ғой, барлығы сіз үшін. Айтпақшы, мам, бүгін біздің сізге барлығымыз бірігіп ұйымдастырып жатқан тосын сыйымыз бар. Не екенін барған соң білетін боласыз.
Осылайша тек қыздар ғана қалды үйде. Қазір келем қыздар, мен суға түсіп келейін. Есікті бір қарап жібере салайық. Так, жігіттер кетті. Мама, жүр, мен саған өзім көмектесейін. Ой, қандай рахат, я. Ұлпей мені көтеріп алып суға түсірейін деп жатыр. Достар, сендер де осылайша ата-аналарыңды сыйлап, бағалап, қашанда болсын көмектеріңді көрсете біліңдер. Ұлпей, мам, суға түсіп болдыңыздар ма? Кеттік, Ұлпей. Мен саған бір айтарым бар еді. Достар, бағана естеріңде болса, барлығымыздың ұйымдастырып жатқан тосын сыйымыз бар деген болатын. Барлығы соны ұйымдастырып жатқан сияқты. Қой, ендеше мен де барып жатып демалайын. Шаршадым. Барлығы үшін рахмет, жарайсыңдар қыздарым. Барлығы маған интрига ұстап қойды, қызық болып тұр. Енді естіп алып, ұйықтай алмай жүрмін. Олай төменге барып түсейін десем, балаларым жүр екен, жарайды бармай қояйын. Қыздарым келгенше бір сәл жатып демалып алмасам, шаршап кеттім. Айтпақшы достар, мыңға жетіп қалған екенсіздер. Видео ұнағанына қуаныштымын. Қолдап, пікір білдіріп жүрген оқырмандарыма алғыс айтамын. Ақыры ұйықтай алмадым. Солай айнаның алдына келдім. Кішкене өз-өзіме қарап, аз да болса боянып алайын дедім. Достар, сендерге бұл скин қалай? Ұнап жатыр ма? Пікір білдіре кетіңдер. Міндетті түрде оқитын боламын. Анашым, кеттік. Тосын сыйымыз дайын. Жүріңіз, мен сізді апарамын. Сізге деген алғысымыз үшін тосын сыйымызды әзірлеп қойдық. Керемет тосын сый күтіп тұр сізді, мам. Кеттік енді. Тосын сый дейсің ба, қызым? Жарайды, кеттік. Достар, негізі бағана тосын сыйды біз көріп қойдық қой. Тәгенше білмегендей болып бара берейік. Давай, түсі енді. Ой, мұнда бағана тосын сый бар сияқты еді ғой. Достар, мен көріп қойғанымды білді да, наверное, басқа жаққа ауыстыр жер. Машинамен барамыз ба деп күтіп тұрсам, жоқ, сөйтсем, достар, Аси мені көтеріп алды. Есіктің алдына тосын сыйды ұйымдастырған екен. Мам, дайындалыңыз. Та-дам! Сізге тосын сый. Әлемдегі ең керемет ана. Ой, қыздарым, мен сендерден мұндай сыйлықты күтпеген едім. Мен ойлағаннан да керемет тосын сый жасаған екенсіңдер. Құлындарым, тек қана бақытты болыңдар. Сендер үшін қуаныштымын. Қойыңызшы, мама, жыламаңызшы. Сіздің біз тек күліп жүргеніңізді көргіміз келеді. Ой, балаларым, бұл қуаныштың көз жасы. Барлығы үшін қуаныштымын. Жарайсыңдар, рахмет сендерге. Ана, жалғыз ғана, жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Балалар маған концерт қоятын сияқты деп, орныма отырып алдым. Ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңдер. Балалар маған қандай өнерлерін көрсетеді екен. Достар, сендер де осылай ата-аналарыңды сыйлап, құрметтеп, бағалаңдар. Әрине, күнделікті жылы сөз айту ешқашанда артықтық етпейді. Мен бақытты анамын. Қой, не істеп отырмын? Мен де балалармен бірге бір билейін. Достар, шынымды айтсам, Brookhaven да мұндай тосын сый ұйымдастырады деп күтпеген едім. Өзіме де тосын сый болды. Бұл ойын маған өте керемет әсер қалдырды. Әрі өте қатты ұнады. Не дегенмен, ананың орны ерекше ғой, солай емес пе, достар? Видео ұнаса, комментарияға міндетті түрде пікір қалдырыңдар. Аналарыңа жылы лебіздеріңді білдіріңдер. Аналарың қуанып қалсын. Ой, ендеше билеп болсақ отырайық. Шаршап кеттім ғой.
Өй, достар, тосын сый жоқ болып кеткенше. Жарайды, достар. Осымен біздің бүгінгі ойынымыз аяқталды. Сау болыңдар.